Bir ай бұрын ғана Мадияр армандаған мейрамханасын ашты. Бірақ дәл сол күні ол көрген бір көрініс бүкіл өмірін өзгертеді деп ойламаған. Түнгі камерадан жас қыздың үлкен қара сөмкені құшақтап, жасырын есікпен сыртқа шығып бара жатқанын көрген сәтте жүрегі суып кетті. Ұрлық деп ойлады ол. Өйткені бұл мейрамхана оған оңай келген жоқ. Жылдар бойы тапқан әр тиынын жинады. Ұйқысыз түндер, аш жүрген күндер, бәрі осы арман үшін еді. Ал бәрі енді ғана дұрысталып келе жатқанда бір қызметкердің кесірінен бәрі құлап кетуі мүмкін еді. Бірақ ол сөмкені ашқанда, ішінен ақшада, тағамда емес, шырылдап жатқан кішкентай бір айлық сәби шықты. Сол сәтте оның бүкіл өмірге деген көзқарасы өзгерді. Мадияр компьютер алдындағы орындықта үнсіз отырды. Экраннан мейрамхананың бейнебақылау камералары көрініп тұр. Мейрамхана ашылғанына бар болғаны бір ай ғана болған. Әзірге толық күзет қызметін жалдауға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан бәрін өзі бақылап отыратын. Әрине, ол қызметкерлер арасында түрлі адамдар болатынын жақсы білетін. Бірі адал, бірі немқұрайлы. Кейбірі ұрлыққа да барады. Себептері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ Мадияр өз еңбегімен ашқан жердің зардап шеккенін қаламады. Бұл мейрамханаға ол бірнеше жыл ақша жинады. Қарағандыда кішкентай кафелерде жұмыс істеді, түнде такси айдады, кейде 2 жұмысты қатар алып жүрді. Ақыры арманы орындалған. Ең қызығы, бәрі тіпті ол күткеннен де жақсы басталған еді. Бірақ дәл қазір камерадан көргені оның көңілін су сепкендей басты. Ыдыс жуушы болып істейтін жас қыз үлкен қара сөмкені көтеріп, артқы есікке қарай кетіп бара жатты. Ал камераларды орнатқанына небәрі 3 күн ғана болған. Сонда бір ай бойы осылай тасып жүргені ме? Деді ол күбірлеп. Мадияр орнынан шапшаң тұрды. Жоқ. Бұған дәл қазір тоқтау керек. Қызығы, әлгі қыз ондай адамға ұқсамайтын. Өте жас, ұяң, көзі мөлдір. Бірақ кейде адамды сыртынан тану мүмкін емес. Жарты сағаттан кейін мейрамхана жабылады. Әдеттегідей соңында әкімші мен ыдыс жуушы ғана қалады. Әкімші негізгі есікті жауып шығады, ал әлгі қыз артқы есікпен кетеді. Мадияр бұрын оған мән бермеген. Өйткені әлгі есік сырттан ашылмайды. Демек әкімші оның не алып шығатынын білмеуі де мүмкін. Барлығы әлгі қыз үшін өте ыңғайлы болып тұрғандай еді. Мадияр көлігіне отырып, үйінен 3 көше ғана жердегі мейрамхана артына келді. Көліктің жарығын өшіріп, үнсіз күте бастады. Бірнеше минуттан кейін есік ашылды. Айсәуле сөмкесін ақырын түзеп қойды. Болды, жаным. Бүгін сен тыныш болдың, деді сыбырлап. Қазір анаң сәл ұзап кетсін, сосын сені шығарамын. Ол сөмкені тағы бір тексеріп шықты. Ауа кіретін кішкентай тесіктер жабылып қалмаған ба, соны қарады. Жарты сағат бұрын қызын тамақтандырған. Енді сәби біразға дейін ұйықтайды. Айсәуле мұның дұрыс емес екенін жақсы түсінетін. Егер біреу біліп қойса, қызынан айырылып қалуы мүмкін екенін де білетін. Бірақ оның басқа амалы болмады. Қызы дүниеге келгеннен кейін ақ сүті тартылып кеткен. Ал балаларға арналған қоспалардың бағасы тым қымбат еді. Жәрдемақы 2 аптаға да жетпейтін. Оның үстіне жүргек, пәтерақы, коммуналдық төлемдер. Айсәуле не істерін білмей ұзақ жүрді. Кейін жаңа мейрамханаға қызметкерлер керек екенін естиді. Жұмысқа сұхбатқа келгенде сәбимен қалай жұмыс істейтінін өзі де білмеген. Бірақ жұмыс ауадай қажет еді. Көршісі кейде ғана қарай алатынын айтты. Оның өзінде Айсәуле үйін тазалап беруі керек. Ал мейрамханадағы қойманы көрген кезде қыздың басына ессіз жоспар келді. Қойма кең еді. Ыдыс аяқтар тұратын таза бөлме. Ешкім кіріп шыға бермейді. Сол жерде қызы ұйықтап жататын. Алғаш рет жұмысқа сәбиін алып келгенде, кішкентай Әмина небәрі 1 айлық еді. Бақытына қарай өте тыныш бала болатын. Айсәуле жетім болып өсті. Ата-анасынан ерте айырылып, әжесінің қолында тәрбиеленді. Әжесі өмір бойы қиялшыл адам болды. Үй тірлігіне онша мән бермейтін. Сондықтан Айсәуле 10 жасынан бастап үйдің бар шаруасын өзі атқарды. Нұрланды кездестіргенде қыз шын ғашық болды.
Әжесі қайтыс болған соң, жігітті өз үйіне бірге тұруға шақырды. Бәрі жақсы сияқты еді. Бірақ Нұрлан оның жүкті екенін білген күні жоғалып кетті. Үйдегі азын-аулақ бағалы заттарды да алып кеткен. Айсәуле ешқайда шағымданбады. Ұялды. Тіпті көшеге шығуға да қысыла бастады. Бәрін ұмытып, өмірін қайта бастауға тырысып жүргенде, бір күні бейтаныс адамдар келді. Олар пәтерді сатуды талап етті. Айсәуле келіспегенде. Адамға көшеде түрлі жағдай болады ғой. Ертең көлік қағып кетсе, балаң жетім қалады деді. Сол күні оның сүті мүлде тоқтап қалды. Сол кезде Айсәуле өміріндегі нағыз сынақ енді басталғанын түсінді. Жұмыс оған құтқарушыдай көрінді. Ақшаны апта сайын береді. Ең бастысы, тамақтан қиналмайды. Ал қызы 3-4 айдан асқанда не істейтінін ойламауға тырысатын. Мен мықтымын. Бір амалын табамын деп өзін жұбататын. Бірақ соңғы кезде өзіне деген сенімі азайып бара жатқан. Айсәуле сөмкені жерге қойып, есікті жапты. Артқа бұрылған сәтте қарсы алдында мейрамхана иесін көріп, селк ете түсті. Ой! Иә, ой! Деді Мадияр салқын үнмен. Көрсетіңіз. Сөмкеде не бар? Айсәуле сөмкені денесімен жауып қалды. Мен ештеңе ұрлаған жоқпын. Ұялмайсыз ба? Деді Мадияр. Мейрамхана жаңа ашылды. Мұндайды көтере алмайды. Мен ұры емеспін. Мадияр қабағын түйді. Онда ашыңыз. Әйтпесе полиция шақырамын. Айсәуле терең күрсінді. Сол сәтте сөмкенің іші қимылдап кетті. Қыз баяу еңкейіп сөмкені ашты. Мадиярдың көзі шарасынан шықты. Бала! Бұл не? Айсәуле кішкентай қызын қолына алды. Бұл менің қызым. Сіз жұмысқа баламен келіп жүрсіз бе? Айсәуле үнсіз басын изеді. Мені жұмыстан шығарасыз ғой. Біраз үнсіздік орнады. Сосын Мадияр жай ғана. Үйіңіз алыс па? Деді. Қыз аң-таң болып қарады. Жоқ, ана бұрышта ғана. Онда шығарып салайын. Ол сөмкені қолына алды. Мадияр оның мұндайға жақсы өмірден бармағанын түсінді. Өйткені өзі де ауыр балалық шақтан өткен. Ата-анасы ішімдікке тәуелді болды. Егер оны кезінде балалар үйіне алып кетпегенде, кім боларын өзі де білмейтін. Екеуі үнсіз үйге дейін барды. Айсәуле есікті ашқанда Мадияр кетуге асықпады. Бір кесе шай ішсем бола ма? Деді жымиып. Айсәуле иығын көтерді. Кіріңіз. Қыз Әминаны киімін ауыстырып, аздап қоспа беріп ұйықтатты. Асүйге шыққанда Мадияр шай қойып үлгерген екен. Біраз еркінсіп кеттім, деді күліп. Айсәуле орындыққа отыра сала өзінің қаншалықты шаршағанын сезді. Физикалық емес. Жан дүниесі әбден титықтаған. Күнде қорқыныш. Біліп қояма? Қуып жібере ме? Баламнан айырыламын ба? Кенет қыздың көзінен жас ыршып кетті. Енді не істеймін? Мадияр оған үнсіз шай ұсынды. Айтыңызшы бәрін. Басынан бастап. Айсәуле баяу сөйлей бастады. Балалығы. Әжесі. Махаббаты. Тастап кеткен жігіт. Жалғыздық. Қорқыныш. Айтқан сайын өзінің қандай ауыр өмір сүріп жүргенін қайта сезінді. Мадияр үнсіз тыңдап отырды. Өйткені өмірдің әділетсіздігін ол да жақсы білетін. Біраздан кейін ол терең дем алып, жарайды. 2 күн үйде болыңыз. Ал біз осы уақытта бір шешім табамыз, деді. Біз бе? Деп Айсәуле аң-таң болып қарады. Мадияр жымиып қойды. Сені мұндай жағдайда жалғыз қалдыра алмаймын ғой. Оның үстіне ыдысты өте таза жуасың. Айсәуле не айтарын білмеді. Жақсы, мен барайын. Қайырлы түн. Мадияр орнынан тез көтеріліп, есікке қарай беттеді. Қыз тіпті рахмет айтуға да үлгермей қалды. Айсәуле біраз үнсіз отырып қалды. Сосын есікті ілу үшін дәлізге шықты. Сол кезде көзі айна жанындағы үстелге түсті. Үстінде бірнеше ірі ақша жатыр екен. Қыз қабырғаға сүйеніп тұрып қалды.
Көзінен жас тағы сырғып кетті. Келесі күні амалсыз сол ақшаның бірін сатуға тура келді. Әминаның қызуы көтеріліп кеткен. Үйге шақырылған дәрігер дәрі-дәрмек пен дәрумендер жазып берді. Айсәуле қызын ұйықтатып қойып, дәріханаға тез жүгіріп барып келмек болды. Бақытына қарай, дәріхана көрші үйде ғана еді. Есікті жаңа жауып үлгергенде қоңырау соғылды. Жүрегі тарс-тұрс соғып кетті. Мадияр шығар деп ойлады. Айсәуле шашын түзеп, айнаға бір қарап алды да есікті ашты. Бірақ келесі сәтте шошып кетті. Есікті жаба бергенде бір жігіт аяғын тіреп үлгерді. Жігіт мысқылдай күліп тұр. Сәлем, жалғызбасты ана. Ол қызды итеріп ішке кірді. Артынан тағы бір ер адам мен бір әйел кірді. Үшеуі үй иесін елемегендей дастархан жанына жайғасып алды. Әйел сөмкесінен қағаздар шығарып, үстелге жая бастады. Сонымен, ойланып үлгердің бе? Айсәуле өзін түк ұстауға тырысты. Ойланып қойдым. Үйден шығыңыздар. Әйтпесе полиция шақырамын. Жігіт мырс етіп күлді. Шақыр. Бірақ содан кейін өзіңе қиын болатынын ұмытпа. Балаңды да ойла. Айсәуленің демі тарылып кетті. Сендер кімсіңдер өзі? Не керек сендерге? Мен пәтерімді сатпаймын. Сатасың деді жігіт жай ғана. Тек күн өткен сайын баға арзанда береді. Ертерек келіссең көбірек ақшаласың. Ол айтқан соманы естігенде, Айсәуле қорыққанына қарамастан күліп жіберді. Әзілдеп тұрсыңдар ма? Ол ақша бұл үйдің жуынатын бөлмесіне де жетпей. Жігіт жымиды. Бірнеше күннен кейін бәрібір келісесің. Бірақ ол кезде бұдан да аз аласың. Жоқ. Ештеңе сатпаймын. Жігіт оған қарай бір қадам жасады. Айсәуле қорыққаннан жиырылып қалды. Бірақ дәл сол сәтте әлгі жігіт аяқ астынан біреуден соққы жегендей шалқасынан құлап түсті. Оның артында Мадияр тұр екен. Мадияр үстел басында отырған екеуге бұрылды. Даусы суық шықты. Тағы біреуге түсіндіріп жіберейін бе? Бұл пәтер сатылмайды. Қонақтар бір-біріне қарасып алды да асығыс шығып кетті. Есік тарс жабылды. Мадияр Айсәулеге бұрылды. Неге маған бұлар туралы айтпадың? Олардың қайта келетінін білмедім. Айсәуле қатты қорқып кеткен еді. Оның дірілдеп тұрғанын көргенде Мадиярдың жүрегі шым ете қалды. Нәзік. Қорғансыз. Жалғыз. Жинал. Қайда? Айтқан жаққа. Дауысы қаттырақ шығып кеткенін өзі де аңғарды. Айсәуле көз жасына ерік берді. Мадияр күрсінді. Кешір. Сендер маған барасыңдар. Мен бәрібір үйде көп болмаймын. Ал ол жақта қауіпсіздеу болады. Бұлардың тағы не істейтінін кім білсін? Айсәуле үндемей киімдерін жинай бастады. 15 минуттан кейін олар пәтерден шығып бара жатты. Сол сәтте көрші әйел есігін сығалап ашты. Әй, Айсәуле. Әкесін тауып алғансың ба сонда? Енді Әминаға қарамаймын ба? Мадияр оған өте сыпайы күлімсіреді. Дәл таптыңыз. Енді өз үйіңізді де өзіңіз жинайтын боласыз. Көрші әйелдің өңі қашып, есігін тарс жапты. Ойпырмай. Түрі қорқынышты екен. Бірақ өзі де шатасып қалды. Бұрын басқа жігіт келетін сияқты еттеп күбірледі. Сосын қолын бір сілтеді. Қазіргі жастарды түсіну қиын. Әмина жаңа пәтерге таңырқай қарап жатыр. Үйіңіз әдемі екен. Мадияр күліп жіберді. Қазір ғана. Алғаш сатып алғанда көрсең ғой. Қабырғасы құлаған, бәрі сынып жатқан үй еді. Ол бір бөлменің есігін ашты. Міне, бұл сендердің бөлмелерің. Айсәуле аң-таң болды. Бөлмеде ер адамның халаты мен тәпішкесі тұр. Бұл сіздің бөлмеңіз ғой. Маған сіз деме. Жұмыста емеспіз. Ол күліп қойды. Бөлме жылы, кең. Сендер осында тұрасыңдар. Мен ана жаққа көшемін. Айсәуле ыңғайсызданып кетті. Ұят болады ғой. Ұят деген төбеге қарап ұйықтау, деді Мадияр әзілдеп. Үйреніп кетесің. Ол сыртқа шығып кетті. Айсәуле заттарын орналастырып болған соң ас үйге су ішуге барды.
Раковина толған лас кружкалар. Демек, үйде тек кофе ішеді екен деп ойлады. Ол ыдыстарды жуып шықты. Тоңазытқышты ашып қарады. Бір сағаттан кейін пеште котлет қуырылып, кастрөлде картоп қайнап жатты. Айсәуле салат турап отырып, жастыққа сүйіп қойған Әминаға күлімсіреп қарайды. Дәл сол сәтте есік ашылды. Асүйге шаршап кірген Мадияр ауаны иіскеп тоқтап қалды. Мен қатты ашпын. Ол бала сияқты қуанып кетті. Айсәуле Әминаны көтеріп, артынан ерді. Дәлізге шыққанда көзі үлкен жаңа бесікпен арбаға түсті. Ішінде балалар киімі салынған пакеттер жатыр. Ой! Бұлардың бәрі не, менің мұндай ақшам жоқ. Қашан қайтаратынымды да білмеймін. Мадияр күліп жіберді. Әйелдер қызық халықсыңдар. Кім сенен қайтар деп жатыр. Кешкі астан кейін екеуі бөлмедегі жиһаздарды ауыстырып жүрді. Мадияр әдейі қалжыңдап, Айсәулені күлдіре береді. Қыздың шынайы күлкісі үйге ерекше жылулық сыйлағандай еді. Тіпті Әмина да үлкен төсекте жатып алып, өз тілінде былдырлап жатыр. Сол түні Айсәуле ұйықтай алмады. Мадияр да ұйықтамады. Ол кенет өзін көптен бері мұншалықты бақытты сезінбегенін түсінді. Үйде жалғыз емес. Бір бөлмеде сәби тыныс алып жатыр. Ас үйде біреу шай ішкен. Үй тірі сияқты. Мадияр шынтағына сүйеніп жатып ойланды. Біраз уақыттан кейін Айсәуле өз үйіне қайтқысы келеді. Ол бөтен нәрсеге жармаспайтын адам. Бірақ өзі оның кеткенін мүлде қаламайтынын түсінді. Таңертең таңғы ас үстінде Мадияр жай ғана. Бізге үйлену керек деді. Айсәуленің қолындағы пышақ жерге түсіп, сартылдап кетті. Не? Үйленеміз. Әминаға әке керек. Саған қорған керек. Айсәуле оған үлкен көздерін алмай қарап қалды. Өмірінде ешкім осылай ұсыныс жасайды деп ойламаған. Мадияр да не айтарын білмеді. Мен саған ғашық болып қалдым деуге батылы жетпеді. Өзіне де күлкілі еді. Мейрамханасында ыдыс жуып жүрген, құшағында баласы бар қызға осылай байланып қаламын деп кім ойлаған. Ол сөз іздеп тұрған. Бірақ кенет Айсәуле үстел үстінен еңкейіп, оны ақырын сүйіп алды. Жұмсақ, нәзік. Мадиярдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол дереу телефонын алды. Бүгін менсіз жұмыс істей беріңдер. Маңызды кездесуім бар. Ар жақтан біреу бірдеңе сұрады. Мадияр күліп жіберді. Иә. Жаңа ыдыс жуушы іздеңдер. Айсәуле енді жұмысқа шықпайды. Екеуі өмірден өз орындарын табамыз деп жүргенде, бір күннің ішінде тағдыр осындай сый ұсынады деп ойламаған еді. Оларды алда жарқын болашақ күтіп тұр. Дәл керек уақытта, керек адамды Алла алдарынан жолықтырды. Егер әңгіме ұнаса осы арнаға жазылыңыз, алда өмірден сабақ алатын, өмірге сырт көзбен қарап, өміріңізде болып жатқан сәттен дұрыс шешім шығаруға көмектесетін әңгімелер шығады. Кейде біреудің қателіктерін көріп, өмірден сабақ алуға болады. Бірге талқылайық, сенің ойың өте маңызды.